Баршаңызға қайырлы күн көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмі тіл үйретін мерекелік дастарханға арналған дәл осындай кереметте болып шығатын салаттың жасалу жолымен бөлісемін. Бұл салаттың құрамы өте қарапайым, небәрі 10 минутта дайын болатын керемет салат түрі десем де болады. Жасалу жолы түсінікті болу үшін видеоны өткізіп алмай соңына дейін қараңыздар. Бізге ең алдымен консервідегі жүгері, балғын қияр, кез келген ысталған шұжық түрі және де көкшөп. Сонымен қатар краб таяқшалары мен алдын ала қайнатылған 3 дана жұмыртқа қажет. Қабығынан ажыратып алған краб таяқшаларын дәл видеодағыдай осылай ұзынша етіп тураймыз. Келесі кезекте балғын қиярымызды да дәл осылай ұзынша етіп, оны да турап аламыз. Құрамы бойынша 3 дана жұмыртқамызды да дәл осылай оны да ұзынша формаға келтіріп тураймыз. Салатымыздың құрамына міндетті түрде шұжықтың ысталған түрін қолданыңыздар. Сонда біздің салатымыздың дәмі өте ерекше болып шығады. Ысталған шұжығымызды дәл осылай ұзынша формаға келтіріп, оны да тураймыз. Ең соңында көкшөбімізді, яғни укропымызды дәл осылай майдалап турап аламыз. Ыдысымызға турап алған краб таяқшаларын, балғын қиярымызды, ысталған шұжығымызды, оның үстінен қайнатылған жұмыртқамызды және де консервідегі жүгерімізді, оның бетінен укропымызбен шамалы тұзымызды салып, майонез немесе қаймақпен осылай жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған салатымызды осылай ыдысымызға салып, дастарханымызға ұсынсақ болады. Видеодан көріп тұрғандарыңыздай, дәл осы салаттың жасалу жолы өте жылдам, әрі қарапайым заттардан тұрады. Толық құрамы мен мөлшерін төменде описание бөлімінде толықтай жазып кетемін. Дәл сол жерге қарап, сіздер де жасап көріңіздер. Салаттың жасалу жолы ұнаса, подписаться қара батырмасын басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар, және де лайктарыңызды аямай басып, өз пікірлеріңізді де жаза кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, ал бізге ас болсын.